Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен асқазанды тазалау үшін не істеу керек туралы сөйлесетін боламыз. Видеоны көрмес бұрын маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Асқазан дұрыс жұмыс істемесе, жеген тамақты қорытпаса, теріңізде өзгерістер орын алады. Жүрек айну, құсу, іш өту, іш қату секілді жайсыздықтар мазалайды. Бұл кезде асқазанды тазалау керектігін ескеріңіз. Ол үшін сізге керегі зығыр майы немесе минералды су. Таңертең аш қарынға бір ас қасық зығыр майын ішіңіз. Осы емді үзбей 2 апта жалғастырсаңыз, керемет нәтижеге көз жеткізесіз. Зығыр майын зәйтүн немесе күнбағыс майымен алмастыруға болады. Аш қарынға 2 стакан газдалмаған минералды су ішіңіз. Тазару мерзімі 3-4 апта. Асқазан ауыратындар міндетті түрде гастроэнтеролог дәрігермен көрініп кеңескені өте дұрыс. Сонан соң халықтың жолмен дертін шипа тапса болады.